Өміріңізде бір нәрседен айырылып болмаса, ойлаған жоспарыңыз болмай қалып, ойыңыздан шықпай қалған кездері болды ма? Не болмаса, қатты жақсы көретін, қатты қалайтын ісіңіз жүзеге аспай қала. Не болмаса, қатты жақсы көретін адамыңыз сізден ажырап, алысқа кетіп қалды. Бұндай жағдайлар өте көп болуы мүмкін, және бүгін осы видеода неліктен осындай жағдайлар шын мәнінде Алланың рахымы екенін қарастыратын боламыз, түсіндіретін боламыз, осы жайлы әңгіме қозғайтын боламыз. Ассаламу алейкум, амансыздар, каналға қош келдіңіз. Егер де каналға жаңадан келген болсаңыз, жазылып бүлпіл басып, иншалла әңгімеге дайын болыңыз. Кеттік, бастаймыз. Жалпы негізі бірінші кезекте айтатын болсақ, бұл адам өмірінде өте көп жағдайлар болады. Адам оның не нәрсенің жақсы екенін, не нәрсенің жаман екенін өзі айыра алмайды негізінде. Мәселен, біз бір нәрсені өте керемет жақсы нәрсе деп тұрамыз, алайда оның арты біз үшін жақсы болмауы мүмкін. Көп жағдайда біз енді мынау дүниелік өмірді ғана қарастырамыз ғой. Дүние, ал бізде дүниемен қатар келесі ақырет деген өмір бар да. Ал ақырет өмірді біз көп жағдайда шолақ ойлап, ол нәрсені шетке қалдырып тәрк етіп қоямыз көп жағдайда. Ол нәрсені есепке алмаймыз яғни. Алайда бірінші кезекте қарайтын болсақ, мысалы көп жағдайда біздің шын мәнінде болмай қалған дүниелеріміз уақыт өте келе біз үшін шын мәнінде қайырлы болғанын, біз үшін керісінше жақсырақ бір нәрсеге жол ашқанын көре аламыз да. Мәселен, бір адамды қатты жақсы көрсеңіз, ол адамның қасынан шыққыңыз келмейді, жүре бересіз деген сияқты. Алайда уақыт өте келе ол адамның сізден алыстағаннан кейін шын мәнінде қандай адам болғанын, не болмаса ол адаммен тым жақындықта болу сізге қаншалықты зиян беретінін бәлки бір көзіңіз ашылғандай, өзіңіз түсінгендей боласыз да. Бұндай жағдай өте көп болуы мүмкін. Мысал ретінде өмірлік мысал алатын болса, жаңағы бір жұмысқа тұрғыңыз келді, жұмысқа тұруды ниет еттіңіз, бірақ сол жұмысқа тұра алмай қалдыңыз, болмай қалды, не болмаса қабылдамай қойды деген сияқты. Оның себептері өте көп болуы мүмкін. Бұның қабылдамай қалғаннан кейін уақыт өте келе сіз ол жұмыс орнының шын мәнінде сізге айтқандай, сізге көрінгенде жақсы емес екенін түсіндіңіз, мысалы, Сонда қарап отырсаңыз, әр нәрсенің артында бір даналық болады. Әр нәрсенің арт жағында бір шын мәнінде біз көре алмайтын нәрсе болады да. Бұл айтқанда the picture дейді ағылшынша. Full picture деген толық картина, толық бір суретті біз көре алмаймыз көп жағдайда. Және әрбір болатын іс-әрекеттің артындағы хикмет дейді ғой, даналық дейді. The wisdom дейді ағылшынша. Осы даналықты көре алмауымызда. Біз енді адам баласы болғаннан кейін оны біз 100% түсіне бермейміз көп жағдайда. Алайда уақыт өте келе шын мәнінде керісінше бізге жақсы болғанын, керісінше бізге одан да бір жақсырақ жол ашылғанын, одан да үлкенірек бір нәрсеге қол жеткізе алғанымызды көре аламыз. Бұндай жағдайлар өте көп. Және айтқандай, егер де сіздің басыңызда дәл осындай жағдай болса, не болмаса болып жатса, бір нәрсе болмай қалды, ойлағаныңыз жүзеге аспай қалды, жоспарыңыз жаңағы орындалмай қалды деген сияқты мәселе болса, мойымаңыз, уайымдамаңыз. Шынымен де бұл сізге ашылайын деп тұрған одан да бір үлкенірек есік. Егер де бір есік жабылса, иншалла екінші бір есік ашылады дейді. Яғни сол үшін де уайым қылмаңыз, жай ғана сеніңіз, үміт етіңіз және ойлаңыз. Бұл нәрсенің болмай жатқанда бәлкім қандай бір хикмет бар, қандай бір даналық болуы мүмкін деп ойлап көрсеңіз, жалпы осыған дейінгі өміріңізде болған жағдайларды ойлап көріңізші өзіңіз, жеке отырып, бұрын осындай бір ыңғайсыз жаман жағдай болды өмірімде, бұл неге болды екен деп ойлап көріңіз. Шын мәнінде өте көп даналықты, өте көп шын мәнінде сабақ алып, шын мәнінде бір өміріңізге керісінше пайда әкелгенін, жақсы жағынан өзгеріс әкелгенін көре аласыз да. Бұл енді барлығы әрине Алланың даналығынан. Яғни Алланың бір нәрсені сізге бермеуі ол зұлымдық немесе зиян емес. Шын мәнінде керісінше сізге деген рахымы. Өйткені беретін болса, бәлки сіз ол нәрсенің кесірінен не ақыреттен алыстайсыз, не Алладан алыстайсыз, не болмаса өзіңізге зиян тигізесіз дегендей, яғни түбі арты жақсы болмас еді. Осындай кішігірім енді ой түйін, егер сізге ұнаған болса, жаңағыдай лүпіл қалдырыңыз, парақшаға тіркеліңіз, және жаңа айтқандай өзіңіз ойлап көріңіз, егер сізде осындай жағдай болған болса, қандай сабақ алдыңыз өткеніңізден, және қандай сізге жақсылық әкелді, қандай зияннан қорғап қалды ол нәрсенің болмай қалуы деген сияқты пікірге жазып көріңіз. Иншалла көрейік. Маған да өте қызық.